Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Тұрақты көрермендеріме ерекше алғысымды айтқым келеді, себебі сіздердің көмектеріңізбен, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында біз үнемі халыққа пайдалы ақпараттарды ұсынып, үнемі алға қарай дамып келе жатырмыз. Сондықтан шын жүректен сіздерге үлкен рахметімді айтқым келеді. Менен сіздер көбінесе сұрайсыздар тарихи сараптама, бүгінгі болып жатқан оқиғалармен өткен тарихпен байланысы, қандай да бір тарихи қорытынды жасауға болады деген сияқты. Өткен жолы қаңтар оқиғасына байланысты біршама видео шығарған болатынмын, бірақ қаңтар оқиғасы дәл қазіргі кезде ресми түрде айтылып келе жатқан ақпараттармен жазылып келе жатыр, халыққа да солай ұсынылып келе жатыр. Себебі Тоқаевтың өзі бұған баға берген кезде президентті тақтан тайдыруға әрекеттенді деп ашық түрде мәлімдеді, яғни билікті басып алуға бағытталған бүлік ретінде. Енді сол кездегі Тоқаевтың парламенттің жалпы жиыны кезінде депутаттардың алдына шығып, осыған байланысты мәлімдеме жасады, төңкеріс ретінде баға берілді, және осы қаңтар оқиғасына қатысушыларды неше түрлі жаңағыдай айыптаулармен, олардың біреуін жаңағыдай түрмеге жапты деген сияқты, біреуін жаңағыдай әртүрлі шешімдер қабылдады, осыған байланысты жазалады, былайша айтқанда қаңтар оқиғасына қатысы барлардың көбісін. Енді қаңтар оқиғасына байланысты биліктің бүгінгі кезде бізге ұсынып отырған ресми бағалауын, яғни Тоқаевтың өз аузымен айтқан бағалауын оқып берейін алдымен сіздерге, содан кейін тақырыпты тарқатып айтатын боламыз. Себебі бұл қаңтар оқиғасына берілетін баға, бұл түбегейлі мемлекеттің алдағы уақытта дамуына берілетін бағамен бірдей деп айтуымызға болады. Себебі қаңтар оқиғасы бүкіл Қазақстанның саяси келбетін өзгерткен үлкен оқиға болғандығы белгілі, яғни тарихи құбылыс болғандығы белгілі. Алдымен Тоқаевтың сол кезде парламенттің жалпы жиыны кезінде не айтқанын оқып берейін. Тоқаев былай дейді: біз теріс пиғылды адамдардың төңкеріс жасамақ болғанын нақты білеміз. Осы ретте бүлікшілер неге мұндай қадамға барды деген сұрақ туындайды. Жауабы айдан анық. Соңғы жылдары біз Қазақстанды түбегейлі жаңғыртуға, трансформациялауға көштік. Түрлі салада ауқымды өзгерістер басталды. Бұл кейбір ықпалды адамдарға ұнамады. Олар жылдар бойғы заңсыз әрекеттерін одан әрі жалғастыра беруді көздеді, неғұрлым жоғары билікке ие болуды көздеді. Сол үшін кәнігі қылмыскерлер, қарулы бандалар мен опасыз шенеуніктер бірігіп астыртын топ құрды. Ішкі және сыртқы жауларымыз өзара ымыраласып, билікті басып алғысы келді. Олар халықтың наразылық шеруін басқа арнаға бұрып, жұртты қасақана арандатты. Билікке күйе жағу үшін бейбіт тұрғындарға оқ атты. Осының бәрін шетелдегі радикал күштер өз мақсатына пайдаланғысы келді. Олар Қазақстанды қақтығыс аймағына айналдырып, елде ойран салмақ болды. Президентті биліктен кетіргісі келді. Төңкеріс жасауға ұмтылғандардың арасында белгілі адамдар болды. Жоғары лауазым иелері мемлекетке сатқындық жасады. Олар күштік құрылымдардың заңға сәйкес қимылдауына кедергі келтірді. Мемлекет басшылығына қалалардағы ахуал туралы жалған ақпарат берді, деді президент парламент палаталарының бірлескен отырысы кезінде. Көріп отырсыздар, Тоқаевтың жай ғана бір мәлімдемесі емес, еліміздегі заң шығару құзыреттілігі бар парламент депутаттарының алдында осындай баяндама жасады, мәлімдеме жасады. Яғни не себепті бұлардың арасына, жалпы мәлімдеменің арасына қарап, үңіліп қарайтын болсаңыздар, Тоқаев президентті биліктен кетіргісі келді деді. Яғни былайша айтқанда, билікте отырған патшаны былайша айтқанда тақтан тайдырғысы келді деген сияқты ғой, мағынасы былайша айтқанда. Және елде болып жатқан өзгерістерге кейбір топтардың қарсы болғандығы туралы да айтылып отыр бұл мәлімдеме кезінде. Енді менің ойыма жаңағыдай өткен тарих оралады. Себебі біз бүгін ғана, әлем бүгін пайда болып, бүгін ғана Тоқаев билік басында отырып, кеше ғана Назарбаев билік еткен жоқ. Оның алдына мыңдаған жылдық тарих бар. Оны ұмытуға болмайды. Және тарихтың, мен неме айтамын, тарихтың бізге тигізетін екі ғана пайдасы бар. Ол біріншісі өткеннен сабақ алу, ал екіншісі біріншісін ұмытпау. Енді менің айтқым келіп отырғаны, егер қаңтар оқиғасы мына сценарий бойынша өрбімегенде, мүлде басқаша болғанда, қорытындысы, яғни нәтижесі, онда қалай болар еді? Және біз бүгінгі мысалы 2024 жылы, қазір 2024 жылы
халық қандай ақпаратқа ие болар еді, яғни не туралы айтар еді қаңтар? Бұларды бүлікшілер дей ма? Мысалы айтады ғой, Кәрім Мәсімов, оның айналасындағы жаңағы жақын биліктегі адамдар бар, шенеуніктер бар, неше түрлі күшті құрылымдағы адамдар бар. Соларды қазір көбісін бүлікші ретінде көрсетті, және олар жаңа мемлекетке сатқындық, опасыздық жасады деді, түрлі айыптаулармен қаңтар оқиғасына қатысқан шенеуніктерді. Енді егер дәл сол қаңтар оқиғасы кезінде менің айтқым келіп отырған мынау. Тарихта мысалы альтернатива деген болады, мысалы басқаша өрбігенде егер оқиға. Егер Тоқаев расында да сол кезде жаңағыдай өзінің өкілеттіліктерін болсын, құзыреттілігін тиімді пайдалана алмағанда, мысалы оның бетін арман қылсын, бірақ қалай дегенмен де оқиға мүлде басқаша өзгергенде, онда біз бүгін қандай ақпаратты оқитын едік? Кәрім Мәсімовті біз бүгін батыр деп айтамыз ба? Яғни елді құтқарушы, азаттық алып беруші деген сияқты. Неге мен бұны айтып отырмын? Себебі мынадай ереже бар. Тарих дейді, жеңімпаздардың көзқарасымен жазылады. Тарих тек жеңімпаздарды ғана жақсы көреді. Неге? Оған мыңдаған жаңағы талай мысалды келтіруге болады. Мысалы, ежелгі Римнен ақ бастап берші, мысалы Цезарь Рубиконнан тәуекел етіп өтпеген кезде, жаңа Римнің сенатымен тартыспаған кезде, біз Цезарды бүгіндері Римді билеген билеуші емес, көп бүлікшінің бірі ретінде білетін едік. Мысалы, Петр I дейді ғой, яғни бірінші Петр. Соның тұсында мысалы ол өзінің әпкесі Софияны биліктен шеттетіп тастады, сөйтіп билікке келді. Егер ол әпкесінің Софияның көлеңкесінде қала бергенде, оны біз мүлде Петр дейтін адамның бар екенін де мүмкін білмейтін де шығармыз. Көп ханзаданың бірі ретінде қалатын шығар. Селим Явуз дейді, Селим Жауыз дейді, Османдардың билеушісі Осман сұлтан. Ол өзінің әкесін мысалы тақтан тайдыруға жаңағыдай әрекет етпегенде, мүмкін вообще мүлде ондай адам билікке келмес пе еді, кім біледі. Сосын мысалы көпшілікке жақсы мысалдарды келтірейін. Ленин сол 1917 жылы Қазан ақпан төңкерістері кезінде жеңіске жетпеген кезде, Романовтар әулеті құламаған кезде, Ресейде әлі де Романовтар әулеті билік басында болған кезде, онда Ленинді мына газет беттерінде, Петербургтың, Москваның газет беттерінде Ленин дейтін бүлікші, бүлік бастады, мемлекетке сатқындық жасады, Сталин сияқты қасында серіктері болды, олардың барлығы тұтқындалды, сөйтіп біз жаңағыдай халықты осындай бір үлкен қырғыннан аман алып қалдық деген сияқты ақпараттарды оқитын едік, егер Ленин жеңіске жетпегенде. Сонымен қатар тағы жарқын бір мысал келтірейін сіздерге, ол бүкіл қаншама халыққа жақсы таныс, бұл Совет одағының ыдырауы дейді ғой, яғни Кеңестер одағының ыдырауы, Беловеж дейтін келісімі бар, үш басшы кездеседі ғой, мына біріншісі Ельцин, Кравчук, Шушкевич. Осы үш адам Беловеж келісімін жасайды. Біз Назарбаев бармайды енді оған, қанша шақырса да, түрлі сылтау айтып. Енді егер сол кезде Ельцин, Кравчук, Шушкевич жеңіліп қалған кезде, Беловеж келісімі жаңағыдай сәтсіз аяқталған кезде, мына Горбачев билікті сақтап қалған кезде, КСРО әлі күнге дейін жалғасатын болса, онда мына Ельцин де, Шушкевичің де, Кравчук та бүлікші болып шыға келеді. Яғни олар қатардағы көп бүлікшінің бірі болып шыға келеді, егер Горбачев билікті сақтап қалғанда. Ондай мысал көп. Сол кезде мысалы тамыз бүлігі дейтін болды, КСРОны сақтап қалуға бағытталды, ол қаншама. Егер олар жеңіске жеткен кезде, олар бүгіндері батыр ретінде құрметтелетін еді. Яғни КСРОны сақтап қалып, жаңағы халық аман қалды деген сияқты неше түрлі пропаганда нәрсе айтылатын еді. Ал өзіміздің қазақтың тарихынан өзіне мысал келтіретін болсақ, өте көп. Патшалы Ресей кезеңін бір ғана алып қарасатын болсақ, мысалы Исатай Махамбет жеңіске жеткен кезде, Исатай Махамбеттің көтерілісі жеңіліске ұшырады, сондықтан оларды патша үкіметі не деді? Бүлікшілер деді. Бүлікшілер, көтерілісшілер. Елдің тыныштығын бұзушылар деді. Сондай баға берді. Кенесары Қасымұлы біздің ең соңғы ханымыз деп дәріптейміз, бірақ патша үкіметінің кезінде Кенесарыны қалай айтты? Бүлікші хан деді. Ылаң салып жүрген халықтың арасына. Көріп тұрсыздар ма? Халықтың елдің тыныштығын бұзушы ретінде. Тіпті сол Кенесары туралы жазған Кеңестер одағының кезінде Бекмахановты қалай қудалады? Ондай мысал толып жатыр. Ал мысалы біздің Алашорданың мысалын алып қарайықшы. Егер мына КСРОның құрамында осы большевиктермен шайқас кезінде Алашорданың мына Әлихан, Ахмет, Міржақыптар жеңіске жеткен кезде тарих қандай болар еді? Мысалы, бүгінгі күндері Алашорданы біз қалай құрметтейміз? Бірақ кезінде коммунистер
оларды қудалаған кезде, оларды жер аударған кезде, оларды атуға алып бара жатқан кезде қаншама халық оларды жағдай аман алып қала алған жоқ. Олар тіпті өмірден өтіп кеткеннен кейін де олардың аттарын атауға, шығармаларын шығаруға қалай қарсы болды? Себебі оларды халық жауы деген, біреуді тыңшы деді, біреуін халық жауы деді. Қалай дегенмен де өзінің ұлтына қызмет еткен осындай басшыларымызды бүлікші, ылаңшы, жағдай халықтың жауы деді. Халыққа қызмет етіп жандарын қиып кеткен адамдарды ойлап қараңыздаршы. Қалай тентіреп кетті, әр бұтаның түбіне тығылып, әр жаққа қашып. Мұстафа Шоқай атамыз мысалы өз жерінен қорған таба алмай, жаңағыдай Әзербайжан, Түркия, Париж, Берлинге дейін кетті. Сол жақта жүріп күресін жалғастырды Түркістан үшін. Бірақ соның кезінде не деді? Бүлікші, қарсы шығушы, халықтың жаулары деді ғой. Ал біз бүгін оларды қалай төбемізге көтереміз? Бұның барлығы айналып келген кезде біздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі жаңағыдай идеологиямыздың сол бұрынғы қайтадан өзіміздің орнымызға оралу, яғни ұлттық санамызды қалпына келтіру үшін жасалып жатқан жұмыстардың бір бөлігі. Ал коммунистердің кезінде оларды ақтау процесі өте баяу жүрді. Тіпті Мағжан Жұмабаевты біреулер сол жаңағыдай репрессия кезінде өлді десе, енді біреулері мысалы Бауыржан Момышұлы атамыз айтады, оны көрдім деп, айдауда жүрген кезінде. Тіпті өлі тірісін де білмедік нақты. Көріп отырсыздар ма? Сондықтан менің ойымша қалайда тарихта үнемі жеңімпаздардың үнемі жаңағыдай жарқын естіледі халыққа қарай. Мен сіздерге біршама мысалын келтірдім, бірақ бұдан да басқа талай мысалды келтіруге болады. Тамыз бүлігі, егер олар жеңіске жеткенде жаңағыдай КСРО-ны құтқарушылар ретінде құрметтеледі. Ельцин, Кравчук, Шушкевичтер Белович келісімен жеңіске жетті де, олар бүлікшіге айналып шықты да, Ельцин, Кравчук, Шушкевичтер тәуелсіз мемлекеттің басшыларына айналып шыға келді. Көріп отырсыздар ма? Бұндай мысалды айта берсе көп. Сондықтан тарих үнемі жеңімпаздарды жақсы көреді деп жазылған, және жеңімпаздардың көзқарасымен жазылады. Ал видеоның басында мен сіздерге айттым, егер де қаңтар оқиғасы мүлде басқа сценариймен аяқталған кезде, біз мүлде ойымызға келмеген, білмеймін қандай сценариймен аяқталды, сол кезде олардың қаңтар оқиғасы туралы біз бүгіндері қандай тарихты оқыр едік? Негізінде мен мына нәрсе ойыма келді. Қазақ хандығының тарихындағы мысалы Тұрсын ханның бүлігі деген бар, Қатаған қырғыны. Егер дәл сол Қатаған қырғыны кезінде Есім хан емес, Тұрсын хан жеңіске жеткенде қандай болар еді? Біз сонда Есім ханды кім деп атайтын едік тарихта? Қандай орны болар еді? Тұрсын ханды бүлікші деп атамай, қазақтың көп ханының бірі дейміз ба? Тәуекел өзінің серіктерін ығыстырып шығарып билікке келмеген кезде тәуекелді қандай деп айтар едік? Бұхар ханына қызмет етуші деп айтатын едік. Өткен тәуекел хан жас кезінде, сұлтан кезінде Бұхар ханына қызмет етті, Абдоллаға. Әкесі де қызмет етті Шығай ханда, яғни сенімді одақтасы болды. Көріп отырсыздар ма? Негізінде көп жағдайда тарихта кім жеңімпаз, кім мықты, кімнің күші басым, кім өз дегенін жасайды, кім жеңіске жетеді, соның көзқарасымен жазылады. Бүгіндері қаңтар оқиғасына біз ресми Тоқаевтың айтып отырған пікірмен баға беріп отырмыз. Яғни президентті тақтан кетірмек болды, орнынан кетірмек болды. Және билікті басып алуға әрекет жасаған бүлікшілер, отанға опасыздық жасағандар ретінде баға беріп отырмыз. Бұл баға осы күйінде қала ма екен, әлде болашақта мүмкін өзгере ма бұл баға, қаңтар оқиғасына берілетін баға? Қалай ойлайсыздар сіздер?